Киелі топырақ, Елдос Тоқтарбай. Есіктен кірер-кірместен Айбегенім «Атта!» деп қатты дауыста бентігіп келеді. 7-ші сыныпта оқитын әнімнің жаны ұшырған дауысы бүкіл ауданы жаңғыртты дерсің. Қора-қопсықтың жанында жүрген атам «Әу, ботам!» деп қақпаға қарай беттеп келеді. «Не болып қалды құлыным?» деп сүт тартып отырған әжем де елең ете түсті. «Ата, бүгін бізде өлке тану сабағы болды. Сабақта мұғалім менен ауданымыздың тарихын тәптіштеп тұрып сұрады. Мен білмей ұятқа қалдым» деп мұңайып тұр сабағын үздік оқитын әнім. Жарығым-ау, саған бірдеңе болып қалды ма десем, деп әжем қалтасынан орамалын шығарып кең алақанымен маңдайын сүртті. Сәл тыныстап алған соң, «Әй, шалау, бар сырыңды ішіңе бүге бермей, мына балаларға тегіңді, жөніңді тартқан тауқыметіңді айтсаңшы осы. Сәбет заманы келмеске кетті, енді міне азат ел емеспіз бе? Кімнен, неден қорқасың осы?» деп күңкілдеп ауыз үйге кіріп кетті. Әжем айтқандай адам көп нәрсені білетін кісі, бірақ ешқашан тарих тақырыбында тіс жарған емес. «Келші бер айналайын» деп атам шөбересін қасына шақырып маңдайынан сипады. Терең тыныстаған атам қапелімде не дерін не айтарын білмеген сияқты. Жан-жаққа қарап бөтен біреу жоқ па дегендей айналаны барлап отырды да ескі бір әңгіменің шетін шығарды. «Ботам, әр адам өзінің түп тамырын, туған өскен жерінің тарихын білу керек екен. Оны міне заманның өзі айқындап отыр. Бұл ауданның тарихы сонау ықылым замандардан басталады. Сонау мыңжылдықтар дәуірінде бұл жерде сақ, ғұн тайпаларының ізі қалған, қимақтың ордасы болыпты. Баяғы жақсы бір күндері осы Арасан, Қапал дегендерің дүрілдеп тұрған жер болыпты. Қапал деген өз алдына үлкен қала екен. Мешіті, базары, дүкені, шайханасы бар. Шіркін-ай, сол кездегі татарлар салған көк шатырлы үйлерді айтсаңшы. Етектегі Тасбекет, төменгі Ақсуда тарихи жерлер. Болыстық болған жерлер еді ғой. Әр болыстықтың өз болысы, өз төбе биі болған. Кейін бұл жерге Сәбет өкіметі орнаған соң ауылдағы бай, ауқатты, дәулетті деген адамдарды жазықсыз соттап, байлықтарын, дүние мүліктерін тартып алған. Өздерін сорлатып, сонау қияндағы Сібірге ит чеккенге ит қосып айдатты. Қуғындалған елдің арасында сенің бабаң Байқұлда бар еді ғой. Жұрт жақсыларын айдап соттағанда осы ауылдың намысты жігіттері қараша халық бір туа астына жиналып, сәбеттік билікке қарсы күрес жүргізген еді. Елгезек Айбекенім ол қандай күресет деп атасының әңгімесін бөліп ынтызарлық танытып отыр. Тарихқа құмар, әр нәрсенің қыр-сырын білуге деген құлшынысы бар. Әшейінде мынау не, анау не деп сұрай беретін бауырым осы жолда атасына сұрақты бастырмалата қойып отыр. Шөбересінің қардай бораған сауалдарына қызығып, риза болған атам тағы да төңіректі барлап барып, әңгімесін әрі қарай жалғады. «Айналайыным сол, білесің бе, мен осы ұлы күнді қаншама жыл күттім. Сенің тарихқа ынтық болғаныңды, ата-баба жолына үңілгеніңді көру арманым еді ғой. Құдайға шүкір, балық екеш балықта, уылдырғын шашарда өзендеріліп, ағысқа қарай жүзеді екен. Әкеден жалғыз тамыр болған мен де ел жұртыма жетуді мұрат еттім. Сондағы көздегенім, көрген қасіретті өзіңдей ұрпағыма айтып жеткізіп өт. Түн баласы қалың ұйқы құшағында жатқанда, әскерлердің бекінісіне «Бөрібай, бөрібай, бөрібай» деп тұс-тұстан ұрандаған жігіттер лап беріп, дуалды бұзып кіріп, от қойыпты. Содан не болыпты деп қояды мазасыз інім. Содан соң біздің жігіттер қару-жарақ, оқ, дәрі сақталған қойманың есігін бұзып, тегіс қаруланыпты да, орыс әскерлерінің бәрін тұтқынға алып қамап тастапты. Қарсы шыққандарын сол жерде атып тастады. Ол бірден лаулап, қарағайдан салынған бекіністің дуалдарын әп-сәтте жалын шарпып кетеді. Сосын орталықтағы астық жиналған қойманың есігін ашып, ел жұртқа бидай, арпа таратыпты. Қойманың күзетшісі бандиттер келіп орталықты басып алды деп, Қапалдағы бастықтарына хабарлап үлгерген екен. Таң ата бергенде барлаушы жігіттер келіп, көтерілісті басуға Қапалдан отряд келе жатыр деп хабар естіртті. Расында Қапалдағы орыс казак отрядтары лек-легімен келе жатыр екен. Бөрмінезді өмірбек жігіттерге Қызылағаш өткеліндегі көпірді бұзыңдар деп әмір береді. Қызылағаштағы көпірді алып тастағанда отряд Бүйен өзеніне өте алмай, бірер күндей әбігерге түседі.
Өзің білесің ғой, біздің жақта наурыз сәуір айында көктем қатты болады. Күн жылынып, тауғары ерігенде өзен суы да арнасына сыймай кетеді. Көтерілісі дәл осындай мезетте болған еді. Әлі есімде, деп атам ескі күндердің құпиясын аша бастағаны сол еді. Тағатсыз інім тағы да тыныштықты бұзып кеп жібермесі бар ма? Ата, сонда көтеріліс қанша күнге созылған өзі, деп қояды сабазым. Шырағым-ау, көтеріліс деген аты болмаса, ол нағыз қанды шайқас еді. Қатын бала шулап береке кеткен беймаза күндер еді ғой. Үркіп отыратын едік. Көтеріліс 2 жұмадай болған. Әуелде отряд көтерілісті бірден баса алмаған. Сосын Сарқан, Аягөз қалаларынан отряд шақырып, Ақсуды жан-жақтан қоршап алады. Сосын амалсыз біздің аталарымыз беріледі. Не әскери күші, не қару жарағы жоқ жігіттер 2 жұма ішінде батырлар арыстандай шайқасып, дүлей мінез көрсеткен еді. Тұтқиылдан басып кіріп, зеңбірекпен оқ жаудырған советтік билік жасақтары көтеріліске қатысқандардың бәрін тізімге алды. Жалаң қылыш, істікті мылтықпен айқасқандарды бөрібайшылдар деген желеумен түрмеге тоғытты. Сөйтіп қысыммен, дөңайбатпен ұжымдастыру басталып, осы жерде колхоз орнай бастады. Ата, Бөрібай деген кім еді? Бөрібай деген біздің ұлы бабамыз болады. Түп атамыз Матайдың Сары деген баласынан тараған кісі. Ұлы бабаң Абылай ханның заманында аты шыққан қазақтың белгілі батыры, Қалмақ жоңғар соғысында айбат көрсеткен айбарлы батыр болған, ту ұстаған. Оның көзсіз ерлігіне, жүрек жұтқан батырлығына риза болған жұрт Матайдың Көкжал деп төбесіне көтерген екен. Қамал алған, бекініс бұзған ұрыстарда ту ұстаған намысты бабамыз ұлы даланың сайып қыран еді. Ал мына Шатырбай, Қожабек, Науай, Ғали, Мамырбек, Қожахмет, Өмірбек, Тұрсын, Мұқан, Қанатбек, Сейтхан, Арнай, Бейсенбай, Қалдыбай бастаған аталарың намысы таптал, рухы жаншылған қаймана ел үшін бастарын қатерге тігіп, советтік билікке тізе батырып, мінез көрсетеді. Бұлқынысқа шыққан жігіттер Бөрібай деп ұрандап, Түркістан шаһарындағы Әзірет Сұлтанның қорымына жерленген қасиетті ұлы бабаңның аруағын шақырып, Тәңірден медет сұраған екен. Осылай рухтанып атқа қонған. Амал не, көтеріліске қатысқан жігіттердің бәрі түрмеге айдалып кетті. Сол кеткеннен хабар ошарсыз мол кетті ғой. Сөйтсек сол жылдарақ ату жазасына кесілген екен. Советтік билік оларды бандит, барымташы деп жамандап, ұзақ уақыт құбыжыққа айналдырды. Содан бері міне қаншама жыл өтсе де жан жарасы жазылар емес. Ата, сіз сол кезде неше жаста едіңіз? Ол кезде мен небәрі 7-8 жастаған едім. Бірақ сол кездегі қанды қырғын, аяусыз езгінің бәрін өз көзіммен көрдім ғой. Әкемді ит жеккенге айдағаны да есімде қалыпты. Көтеріліс біткен соң тыныштық бірден орнай қойған жоқ. Азық түлігі жоқ ел босып, алапат жұтқа ұшырады. Ұжымдастыру соңы үркіншілік үрейін тудырды. Жұт басталғанда ауылдың үлкен кісілері шекарасып, Қытайға өтейік деп ұйғарыпты. Міне, ең қиын мезет осы кезде басталған еді. Әкеден тірдей айырылғаным аздай, опасыз тағдыр мені тағы да сынақ қалды. Үш бірдей қарындасымды елге тастап, ана өзімен бірге мені ұлы көшке қосып алып кетті. Аспан тауларды басып өтіп, Демікпе асуына жеткенде, анам байғұс азапты сапарды көтер алмай, хәл үстінде жатып өмірден өтті. Ғали Ахмет қажы бастаған үлкендер Құран оқып жол жөнекей, қайтыс болған марқұмдардың сүйегін өзенге ағызып жіберді. Марқұмдарды мұсылманша жерлеуге уақыт қат еді. Оның үстіне артымыздан советтік қуғыншылар да келе жатыр еді. Біз асудан асып, шекараны қиып, арғы бетке аман есен өтіп кеттік. Межелі мекен Құлжаға жеткенше, күндіз қуғыншыларға төбе көрсетпей, тек түнде ғана сай-саламен қашқан едік. Туған жермен үнсіз ғана қоштастық. Бұндай қасіретті тарихымызды сендер білулерің керек. Онысы несі? Сұмдық қой мынау, деп інім әңгімеге араласты. Шырағым-ау, сұмдықтың қанша атасын көрдік қой. Етім өліп қалған екен. Әкемнің де шешемнің бейтін білмейтін не деген сорлы бейбақ едім, деп атам мұңайып қалды. Көзіне қарасам, жанары жасқа толыпты. Ер азамат емес пе, көңілінің босағанын білдіргісі келмеді.
Бұрындары атам бұлай ашылып әңгіме айтқан емес еді. Бүгін ерекше бір елжіреп, өткен күндердің тарихын айтып өзінің құпиясымен бөлісіп отыр. Жайма шуақ әңгіме өрбіп отырғанда үйге ауылдың есепшісі келіп, атамның әңгімесін бөліп жіберді. Есепші үйдің жарғын есептеді де, атамның қолына тілімдей бір қағазды жазып берді. Есепші әйелді көрген әжем: «Өй, Сәлимаш, қалың қалай, үйге кір, түскі ас дайын тұр» деп дастарханға шақырды. Содан кейін атамның тарихи әңгімесі аяқсыз қалды. Арада 12 күн өткен соң ауырмай сырқамай атам өмірден көшті. 98 жасында. Тағдырдың бар ауыртпалығын көрген қайран атам еркек кіндіктен жалғыз еді. Жетімдіктің азабын молынан тартқан екен. Атамның жаназасына келген ел ақ өліммен өтті. Көкірегі толы қазына ет деп жоқтаған еді. Содан бері атамның әңгімесін естігім ақ келеді. Әжеммен оңаша қалған сәттерімде бай құлақ атанған атамның өмір жолы турасында жиі сұрап отырам. Әжемнің айтуына қарағанда атам 1962 жылы атажұртқа аман есен келіпті. Советтік Қазақстанның шекарасын басып өткенде жерге жата қалып, топырақты сүйген екен. Біздің үйдің төргі бөлмесінің қабырғасында Құран кітабымен бір құты ілініп тұратын. Кейін білдім, құтының ішінде туған жердің бір уыс топырағы бар екен. Атамның шешесі Айжауқар анамыз арғы бетке өтерде жалғыздың тұмарына бір уыс топырақ салып: «Атамекеніңді ешқашан ұмытпа, туған жерден кіндігіңді үзбе, заман өзгерер, өзгермес, оны бір Алла көрсетер. Бірақ қалай да болса еліңе келіп, ата-бабаңның тұғырын тікте, ұрпақ өсір, өсіп өн» деп аналық лебізін білдіріп көз жұмған екен. Әруақты атам әкеден де, шешеден де жалғыз болып өтті. Үркіншілік заманда елде қалған қарындастарынан бейхабар болып өксіп кетті. Ақ алмастың жүзі кетілді.